Саламатсыздар, құрметті көрермендер, қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі сұхбаттың жүргізушісі мен Данияр Қайратұлы. Бүгінгі біздің сұхбатымыз қызықты, бастысы танымды болады деген сенімдемін. Өйткені бүгін бізде қонақта Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің IT және жаратылыстану ғылымдары жоғары мектебінің өкілдері. Жоғары мектептің деканы, PhD доктор Салтанат Адиканова және физика және технологиялар кафедрасының сеньор лекторы Маржан Кентбаева, химия криминалистикалық сараптама білім беру бағдарламасының 3-ші курс студенті Назерке Ернарқызы, Иманғали Жұмабай, ақпараттық жүйелер білім беру бағдарламасының 2-ші курс студенті Дидар Сейітжан, экология және география кафедрасының лекторы Нариман Қайырбеков, химия мамандығының 4-ші курс студенті және Анель Нұрпейісова, биология білім беру бағдарламасының 4-ші курс студенті. Салтанат Сайбарбекқызы, енді әдеп құрмет бойынша өзіңізден бастасақ, біз білетін бір дүние IT және жаратылыстану ғылымдары жоғары мектебі оқу орнындағы ең ірі құрылымдық бөлімше. Одан өзге біз қандай ерекшеліктерді айта аламыз? Данияр, сіз дұрыс атап өттіңіз. IT және жаратылыстану ғылымдары жоғары мектебі біздің Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетіндегі ірі құрылымдық бөлімше. Себебі біздің жоғары мектепте 6 кафедра бар. Ол бірінші физика және технологиялар кафедрасы, компьютерлік модельдеу және ақпараттық технологиялар кафедрасы, экология және география кафедрасы, химия кафедрасы, биология және математика кафедрасы. Біздің кафедралар жалпы 3 оқу ғимаратында орналасқан. Ол бірінші оқу ғимараты, 7-ші оқу ғимараты, деканатта осы бізде 7-ші оқу ғимаратында орналасқан, және де 4-ші оқу ғимараты. Ол жерде бізде биолог, эколог, география білім беру бағдарламалары дайындалады. Енді жалпы жоғары біздің осы жоғары мектепте барлығы 91 штатта мұғалімдер бар. Ол 91 штаттағы мұғалімдердің 10-ы PhD доктор, 34 ғылым кандидаттары және 2 ғылым докторы бар бізде. Студенттеріміздің саны біздің 2000-ға жуық. Сондықтан да біз есептейміз, бұл ең үлкен құрылымдық бөлімше деп. Енді осы орайда тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы бір тәмсіл бар ғой, жаттығуда қандай қиын болса, ұрыста сондай жеңіл болады деген сияқты. Енді айтайын дегенім, бүгінгі студенттерді ертеңгі нағыз маман болған кезде олар білмей қалмайтындай бір дүниені, олар дайын болмай қалмайтындай, сіздер бұл жөнінде қандай базамен, ғылыми білімі базамен мақтанып айта аласыздар? Жалпы бұл жерде айта кетерлігіңіз не? Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті 70 жыл көлемінде білікті түлектерді шығаруда. Енді сол түлектердің 3-1% осы біздің жоғары мектеп дайындайды десек артық айтылған емес. Яғни студенттерді даярлау үшін міндетті түрде теориялық білімді бекіту үшін бізде міндетті түрде практикалық сабақтар өту керек, зертханалық сабақтар өту керек. Ал енді біздің материалдық базаға, біздің жоғары мектептің материалдық базасына тоқталатын болсақ, бізде мысалы 7-ші оқу ғимаратын алайық. 7-ші оқу ғимаратында мына IT, яғни ақпараттық жүйелер және компьютерлік мехатроника білім беру бағдарламасының студенттерін даярлауда бізде үлкен рабалап зертханасы ашылды. Одан кейін заманауи компьютерлермен жабдықталған бізде 7-8 компьютерлік класстар бар. Сонымен қатар мына STEM білім беру бағдарламасы бойынша халықаралық жобаның нәтижесінде үлкен 7-ші ғимаратта біз STEM центр аштық. Ол жерде біз STEM білім беру бағдарламасы бойынша магистранттарды да дайындаймыз. Сонымен қатар, енді бірінші оқу ғимаратына келіп тоқталатын болсақ, осы бірінші оқу ғимаратының 4-ші қабатында бізде 4-ші қабатының түгелі бізде химиялық жәнегі сабақтарды, химиялық зертханалық жұмыстарды жүргізу үшін лабораториялармен және зертханалармен жабдықталған. Бір қабат басынан аяғына дейін жәнегі зертханалық кабинеттер болып есептелінеді бізде. Сонымен қатар бізде 8-ші ғимарат бар. О жерде де балалар лабораториялық зертханалық жұмыстарды жүргізеді. Онымен қатар бізде және 7-ші корпуста мына ядролық физика мамандықтарын дайындау үшін әртүрлі кабинеттер бар. Физикалық эксперименттерді жүргізу үшін бізде зертханалық кабинеттер бар. Одан кейін экология және биология мамандықтарын даярлау үшін бізде 4-ші ғимаратымызда жабдықталған бізде кабинеттер бар. Сонымен қатар
біздің студенттермен сонан кейін бізде университеттің базасында бізде беттік инженерия және трибология деген үлкен ғылыми зерттеу орталығымыз бар. Біздің студенттер ол жерден де дәріс алады, сабақ алады, зертханалық жұмыстарын жүргізеді. Сонымен қатар мына биология білім беру бағдарламаның студенттерін біз Панкратиев Вестиниус атындағы жәнегі далалық практика орталығы бар. Сол жерге жібереміз, балалар сол жерден практикадан өтеді. Сонымен қатар бізде Сібе көлдері оқу өндірістік базасы бар. Сол жерде балалар практикадан өтеді. Соңғы міне 3-4 жылда бізде сонымен қатар әрбір кафедрада дуалды оқыту жәнегі бағдарламасы іске асырылған. Ол бағдарламаның мәні неде? Яғни студент теориялық білімді университет базасында алады, ал практикалық білімді оқу өндірістерінен, мектептерден шыңдалады. Сондықтан да біздегі жәнегі жоғарыда атап өткен 6 кафедрамызда осы дуалды оқыту бағдарламасы іске қойылған. Сонымен балалар бізде мына педагогикалық мамандықтың балалары Өскемен қаласы бойынша барлық орта білім беру мектептерінен, Назарбаев зияткерлік мектебінен, әртүрлі колледждардан да практикада дуалды оқыту бойынша практикадан өтеді. Ал мына техникалық жәнегі мамандықтардың студенттері Өскеменді білесіздер, бұл өндірістер көп, сондықтан да осы Өскемендегі өндіріс орындарынан практикадан өтеді. Сондықтан да студенттерге білім алу үшін бізде университетімізде барлық жағдай жасалған. Тамаша, енді студенттерімізге де сөз берсек, Иманғали өзінен бастасақ, енді жалпы біздің университет бұл мамандық жайлы қайдан естіп білдің, оқуға тапсыру түсу жағы қалай болды? Сұрағыңыз өте орынды. Мен Түркістан облысы Келес ауданының тумасымын. Осы университетті таңдаған себебім университетіміздің белсенді студенттері келіп бізге түсіндірме жұмыстарын өткізді және өзімнің осы жерде оқитын аға әпкелерімнің арқасында осы университетті таңдадым. Өзіміздің артымыздан еріп келе жатқан өскелең ұрпаққа да осы университетті таңдауға кеңес беремін. Себебі біздің ректорымыз, деканат тарапынан, мұғалімдер тарапынан бізге деген өте үлкен қолдаулар беріледі. Алғысым шексіз. Енді университет жайлы жылы сөздерді естіп жатырмыз, дегенмен ең бастысы ол студенттердің білімі. Енді бұл ретте Нариман өзіңнен сұрақ, жалпы қандай ғылыми зерттеу, білім жобалар, жұмыстармен айналысуға мүмкіндік бар? Біздің университет тарапымыздан және де факультет тарапынан, ректордың тарапынан ғылыми жұмыс, зерттеу жұмыстармен айналатын студенттерге үлкен қолдау көрсетілуде және де ғылыми жұмыс аясында жұмыс істеуге барлық жағдайлар жасалған. Мысалға айтатын болсақ, факультет тарапында 2 ғылыми база қарастырған болды, материалдық және де химия, биология мамандықтарына арналған. Және де сонымен қатар ұжымдық қолданыстағы ұлттық ғылыми зертхананың базасында да біршама ғылыми зерттеу жұмыстар атқарылуда. Өзім секілді студенттермен қатар табиғи полимерлер негізінде композиттік материалдар әзірлеу, графен оксидінен композиттік материал әзірлеу, цитология ғылымдарының және де ісік ауруының сақтауға мерзімде анализдеуге арналған арнайы сұйықтық растворлар әзірлеу, сонымен қатар сондай қызықты тақырыптарды, мысалға болашақта Қазақстанның ғылымына ғана емес, оның өндірісіне де пайдасына келетін бағытта ғылыми жұмыстар зерттеліп жасалып жатыр студенттер тарапынан. Және де тағы да айта кететін жайт, бізде университет тек қана өздерінің студенттеріне ғана емес, оқушыларға да ғылыми зерттеу бағытында қолдау көрсетіледі. Біздің университетімізге тәлім тәрбие алып, 10-шы, 9-шы, 8-ші сынып оқушылары кеп әуестенген, ғылыммен әуестенген балалар кеп өзінің ғылыми жобалары аясында жұмыс жасап, жобалар қорғап, облыстық, республикалық және де халықаралық деңгейде жүлделі орындар алып жатыр. Соған мысалы өзімді де айта кетсем болады. Бұл университет таңдаған себебім де сол. Мен осы 10-шы сыныптан бастап университет қабырғасында ғылыми зерттеу жұмысымен айналысып, облыстық кезеңнен, республикалық және халықаралық кезеңнен жүлделі орын алған болатын ғылыми зерттеу жобалар аясында. Сонымен қатар бұл әуестігімді ары қарай жалғастыру мақсатында бұл университетін таңдаған болатынмын. Осылай университет аясында көрсеткен қолдау арқылы, ректорымыздың қолдаған арқылы біршама жетістіктерге жеткен болатын. Ол Шахмардан Есен ғылыми білім беру фондының қаржыландыруына ие болып, университет тарапынан көрсеткен қолдау, ректорымыз тарапынан көрсеткен қолдау арқылы Үндістанда Махатма Ганди университетіне жазғы 3 айлық ғылыми тағылымдардан өткен болатын. Сонымен қатар біршама халықаралық конференцияға қатысып өзімнің біліктілігімді арттырған болатынмын. Университет тарапынан көрсеткен қолдау арқылы Уалиев атындағы шәкіртақының иегері
ғылым граниті, жас талап атты конкурстардың жеңімпазы атанып, өзімнің біршама стартап проекттеріне ректорымыздың тарапынан қаржылай көмек көрсетіп, сол стартап проекттер арасында жұмыс жаса келеді. Және де бұл ғана менің жетістіктерім, ал мендей осы талантты студенттерімнің жетістіктері одан да жетіп жатыр. Стартап жобалар бойынша. Енді бұл ретте Маржан ханым, сізге сұрақ, стартап жобаларды қолдау, оларды өткізетін байқау жайлы кеңірек айта кетсеңіз. Жаңа Нариман айтып өткендей, бізде ғылыми жобалар жақсы қолдау тауып отырады университеттің тарапынан. Енді мен физика және технологиялар кафедрасының сеньор лекторымын, сондықтан да сол кафедра бойынша бізде 2 стартап жоба бар. Оның бірі өңдеу өндірістерінің технологиясы мамандығынан тәтті букеттер деген жаңағы зефирдан букеттер жасап, сол екіншісі кәсіптік оқыту мамандығы. Мен өзім сабақ жүргізетін сол мамандық бойынша студенттер мәнді құрақтар деген тақырыпта стартап жобаларға қатысты байқауға. Бізде енді университет тарапынан жаңа қолдау көрсетіліп отырады, және ректор үнемі осы ғылыми жобаларды, жаңа стартап байқау жобаларын қолдап, оларға ақшалай сыйлықтар, марапаттар беріп отырады. Енді мен жаңа айтып өттім, ол біздің кафедра бойынша ғана 2 стартап жобаның тақырыбы. А жалпы университет бойынша биылғы жылы 19 стартап жоба ұсынылды. Негізі бұл стартап жобалар байқауы бізде жылда өткізіліп отырады университетімізде. Келесі сұрағымызды тағы бір студентіміз Анельге қойғым келіп отыр. Анель, білуімше, мемлекеттік стипендияның иегері. Енді бұл қолдау, бұл стипендияға қол жеткізу қалай болды, сол жайлы кеңірек айта кетсең? Жалпы осы 1-ші курс бартынан бастап университет және факультет тарапынан әртүрлі ұйымдар және іс-шараларға белсенді атсалысып, ғылыми жоба мақалалардан жүлделі орындарға ие болып, оқу процесінде тек жоғарғы ЖП-мен аяқтап, университет басшылары және ректордың қолдауы арқылы, онымен қоймай өзімнің жетістіктерімнің арқасында осындай президенттік шәкіртақысына ие болдым. Яғни бүгінгі күнде мен 100 000 теңге көлемінде шәкіртақы алып отырмын. Келесі сұрақ жоғары мектептегі жастар белсенділігі жайлы айта кетсек. Мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру бойынша университетіміздің студенттері өте белсенді. Өзім топ кураторы ретінде студенттермен бірге түрлі шараларды өткіземіз. Кураторлар кеңесінде бекіткен жоспарға сай түрлі мерейтойларды атап өтеміз. Одан бөлек волонтерлік қызмет жасаймыз. Балалар үйіне барамыз, қарттар үйіне барып, үлкен әже аталарымызға мүмкіндігінше қолдан келгенше көмек береміз. Солардың жаңағы сондай орталықтарға барып, белгілі бір мерекелерді, арнайы шараларды, бір сөзбен айтқанда осындай қайырымдылық іс-шараларға да белсенді атсалысып отырамыз. Жастар белсенділігі дегенде жастар ісі жөніндегі комитет бар, ол ішіндегі жоғары мектептегі жастар ісі жөніндегі комитеттің жұмысы. Бұл жайлы Нәзірге өзіңізден сұрап білсек. Жоғарғы мектепте өтілетін тәрбиелік оқуға байланысты шараларды өткіземіз. 1-ші курс таланттары, студенттік көктем және де тағы басқа сайыстарға қатысамыз. Қазіргі уақытта біздің жастар ісі жөніндегі комитетімізбен студенттік парламентте 70-тен астам студенттер жұмыс жасауда. Біз тек қана бір ұйым емес, бір отбасыдай бір-бірімізге үнемі қолдау көрсетіп жұмыс жасаймыз. Белсенділер тек біз қоғамдық жұмыстарда ғана емес, білім деңгейімізде жоғары. Сұхбатымыздың бір соңғы сұрағы болсын делік, қорытынды. Салтанат ханым, өзіңізге енді оқыту бар, жастарды, студенттерді тәрбиелеу, білім беру бар, бірақ одан кейінгі ары қарай қолдарына диплом алғаннан кейінгі ары қарайғы процесс қалай болады? Жұмысқа орналасу көрсеткіші жайлы айта кетсеңіз. IT және жаратылыстану ғылымдары жоғары мектебінің түлектері дипломдарын алғаннан кейін бірден жұмысқа тұрады деп айтсам артық айтқаным емес. Себебі процентпен көрсететін болсақ, докторантураны, магистратураны бітірген түлектер 100% бізде жұмыспен қамтамасыз етіледі, ал бакалавриатты бітірген түлектердің 99% жұмыспен қамтамасыз етіледі. Сіздер білесіздер, Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті ол көп профильді университет. Яғни біз тек қана таза педагогикалық мамандықтарды ғана емес, сонымен қатар техникалық мамандықтарды да дайындаймыз, мамандарды да. Енді мына бітірген түлектер, мына педагогикалық мамандарды бітірген түлектерге тоқталатын болсақ, сіздер білесіздер, 2 жыл қатарынан қазір жоғары оқу орындарының түлектері ұлттық біліктілік тест тапсырады. Осы ұлттық біліктілік тестің нәтижесі бойынша Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті республика көлемінде 2 жыл қатарынан 1-ші орында. Бұл қандай нәтиже? Яғни
педагогикалық мамандықты бітірген түлектердің білімі өте жоғары республика бойынша. Яғни студент университетті бітіреді, қолына диплом алады, ұлттық біліктілік тексті тапсырады, оның сертификатын алады, екі құжатпен кез келген мектепте жұмысқа орналаса алады. Университетті түлектер бітіріп жұмысқа орналасқаннан кейін де бізде мына облысымыздың, мына қаламыздың мектептерінен сұраныс кеп түсіп жатады. Мысалы, информатика мұғалімі керек, математика мұғалімі керек, орыс тілі мұғалімі керек, ағылшын тілінің түлектері бар ма деп сұраныстар әлі де түсіп жатады. Ал енді техникалық мамандықтарға тоқталатын болсақ, білесіздер, Өскемен қаласы бізде өндірістік қала. Сондықтан да өндірістер өте көп. Мына техникалық мамандықтармен де студенттер бізде 100% жұмысқа орналасып жатады бітіргеннен кейін. Енді осы түлектерді даярлайтын оқытушыларға кеп тоқталатын болсақ, бізде оқытушылар жыл көлемінде республика көлемінде өтетін жоғары оқу орнының үздік оқытушысы конкурсқа қатысады. Мына біздің жоғары мектепте соңғы 4 жылда алатын болсақ, жылда 3-2 мұғалім осы конкурстың жеңімпаздары атанып жатады. Биылғы нәтиже бойынша 4 мұғаліміміз біздің осы жоғары оқу орнының үздік оқытушысы 2022 атағының иегері болды. Біздің студенттеріміз жан жақты тәрбиелену үшін тек қана оқуда ғана үздік болып қана қоймай, сонымен қатар мына тәрбиелік мәні бар іс-шараларға қатысу үшін, одан кейін мына өздерінің бойларындағы патриоттық, мына еліне, туған жеріне деген патриоттық сезімдерін күшейту үшін бізде жалпы университет биылдан бастап интегралданған GPA деген жобаға қатысып жатыр. Бұл пилоттық жоба. Сондықтан да біз студенттерімізді қазір тек қана оқу ғана емес, оқудағы жетістігі ғана емес, сонымен қатар ғылымдағы, одан кейін тәрбие ісі жөніндегі жетістіктерін барлығын қосып, қазір мына бірінші курстар бізде интегралданған GPA бойынша ортақ балдары есептелініп жатыр. Бұл яғни 4-ші курсты бітіргендегі студент бізде енді осы интегралданған GPA жобасы бойынша 4 жыл көлемінде осылай біз студенттерді тәрбиелейтін болсақ, 4 жылдан кейін біз ойлаймыз жан жақты дамыған енді дайын мамандарды даярлаймыз деп ойлаймын. Қонақтар, сіздерге көп-көп алғысымызды білдіреміз. Ал біз, құрметті көрермендер, әзірге сіздермен қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.